Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі кәсіпкер жолы арнасында керемет шығарылым. Қазақстандағы соңғы 3-4 жылдықта керемет сұранысқа ие көліктердің бірі корейліктердің сұлу да сымбатты Hyundai компаниясының Hyundai Tucson көлігі. Келеді тұста айтылар қысқа, е болсы сонша да шамыт қалады тұста, осы дұрыс па? Келеді тұста айтылар қысқа, е болсы. Жалпы бұл көлік туралы кішкене сипаттама айтып кететін болсақ, көлік 2014 жылғы. Жалпы Қазақстан нарығына Hyundai Tucsonның кіргеніне көп бола қойған жоқ. Соңғы 4 жылда қана біраз адамдар танып үлгерді. Себебі Ресей нарығында өте сұранысқа ие болғандықтан, әлбетте біздің Қазақстан нарығына кіретіні жасырын емес. Hyundai Tucson көлігі қазіргі таңда Қазақстан нарығында 2014 жылғы көліктер 6 миллионнан басталып 7 миллион аралығында өз бағаларын ұстап тұр. Жалпы бұл бағаларға бұл Tucson лайық па, лайық емес па, шығарылымды соңына дейін көріңіз, сол кезде ұғатын боласыз. Бәрібірде жарамайды, Ал достар, біз қазір қалада көлікті айдап көреміз, өзін қалай сезінеді, кейдір бүдір жолда крутой дейді ғой, повороттарды айдап көреміз. Рульдік үдеткіші электрлік, сол себепті дыға сыламызды саусақпен ғана бүйтіп басқаруға өте ыңғайлы. Бұл Tucson көлігі басқа кроссоверлермен салыстырғанда қандай ерекшелігі бар дейсіздер ғой. Бұл Tucsonның бір ерекшелігі өзі компактный, шағын, кез келген жерге де оңай кіріп, оңай шығып кетуге өте қолайлы көліктердің бірі. Жеңіл автокөліктер сияқты басқарылуы өте оңай, қолайлы. Отырған кезде де жалпы орындығы да қолайлы. Бейресми статистикаға қараған кезде, осы санаттағы кроссоверлерді салыстырған кезде 4-5 орында, сатылым жағынан 4-5 орын алатын кроссоверлерге жатады екен. Мұның жалпы көлемі екі-ақ көлемді, қатты көп, бензинді де талап етпейді, шығыны бар болғаны қала ішінде 13-14 литр. Әрине енді бұндай кішкене үлкен көлік 4 оды болғандықтан 13-14 литр қалаға шығын жалпы жаман емес. Жалпы көліктің сыртқы шанағы туралы айтатын болсақ, орта статистикалық көліктерден қарағанда бұл көлік үлкенірек. Ұзындығы 4-40 см болса, ені 1-80 см, ал биіктігі 1-60 см болып саналады. Көліктің сыртқы сипаттамасы спорттық автомобильдерге келеді, түрі агрессивті. Және де бірақ көлікте бір кішірек минус, көлік 5 жыл болғаннан кейін осы артқы пружиналары кішкене түскен. Көлікті қырынан қараған кезде бұрылып қайтарылатын осындай керемет шамдары бар. Осы төмен жағында, мына порогында осындай қара пластиктен ұзын арт жағына дейін кеткен осындай керемет нәрсесі бар. Бұл бір жақсы жері, сіз кез келген ойқыс-сойқыс жолда бір шөптерде жүретін болсаңыз, мына асты онша сырылмайды, өзі жақсы сақтап қалады. Мен өз кезегінде Hyundai компаниясына айтатын едім, осындай пластиктен, осы дөңгелектен жоғары жағынан осылай істейтін болған кезде кішкене бір жол талғамайтын көліктерге бейнесі ұқсап қалатын еді деп ойлаймын. Ал көліктің артқы жағына келетін болсақ, корейлықтардың дәстүрлі стилі бір ерекшеленетін ешқандай ештеңесі жоқ. Ішті пыстатпайды да, бірақ вау деген сияқты да бір кейіп танытпайды. Мынаның артын ашатын болсақ, жалпы осы көліктің ең ерекшелігі аш сыйымдылығы 728 литр. Ол аздық болатын болса, мынау орындықтарды артқа түсіру арқылы 1528 литр сыйымдылыққа апарсаңыздар болады. Шыны керек, арты өте кең, жайдарлы. Тауға барсаңыздар да, басқа жаққа барсаңыздар да көп заттарды ішіне сыйдырып алып, тығып алып, біраз уақыт саяхаттап жүрсеңіздер де болады. Ең тағы да бір айтатын нәрсе, мына жерде бір осындай бір тетік бар. Осы тетікті ашу арқылы енді Құдай сақтасын, машинаңызбен бірге өзіңізді угон жасап, артына сізді тығып алып кететін болса, артында жатып жайлап тығылып, мына тетікті ашасыз да 120 скоростьпен кетіп баратып, артынан секіріп түсіп кетесіз аман қала. Біреудің атағы бар, бірақ абыройы жоқ. Біреудің ақшасы бар, бірақ ақыл-ойы жоқ. Ендеше көліктің қозғалтқышы туралы бір-екі ауыз сөз қозғайық. Жалпы қозғалтқышы өздеріңіз біліп тұрғандай екі көлемді, қарапайым, сол корейліктердің сенімді Донс 16 клапандағы мотор ғой. Бұл жердегі 16 клапандағы мотор, 6 адымдық қорабы бар. Мені бір таңғалдырғаны осы көліктің егесінің бұл көлікті алғанына 5 жыл болған,
127 000 шақырым жүріп тастаған. Сол аралықта мына нәрсені ғана істелген. Стабилизатордың алдыңғы артқы стойкалары және втулкасы және рульдік наконечник қана ауысқан. Болды, майын ғана ауыстырып, тежегін ғана ауыстырып, 5 жыл бойы осыншама қызмет атқарған. Үлкен жолдағы шығын қазіргі таңда, егер сіз 120 км қашықтықпен жүретін болсаңыз, бар болғаны 10 литр ғана жейді екен. Қазіргі таңда Hyundai компаниясы нарыққа осы соңғы 5 жылда қатты кірді. Өткенде айтып едім ғой. Қазір европалықтарға Hyundai компаниясы көбінесе европалық аудиторияға машиналарын арнап жасап жатыр. Сол себепті өкінішке орай дейміз бе, қуанышымызға орай дейміз бе, әрине бұл Hyundai'дың барлық санаттағы көліктерінің бағалары қазір жапондық Toyota болсын, Lexus болсын көліктерінің бағаларынан кем түспей тұр. Сол себепті енді көреміз алда қандай бір шешім қабылдап, бір жаңа технологиялар енгізбесе, менің ойымша жапондық көліктердің жалпы Toyota, Lexus компанияларының көліктері кореялықтарды бұл айтқан кезде жұтып қояды. Жапондық Toyota компаниясы бұл бұлай бағаны өсіруге бірден асқан жоқ. Олар кезінде қазіргі Toyota деген мысалы брендті сақтап қалу үшін қаншама күн ұйықтамады, қаншама күн тер төкті, қан мен тер бар да, қаншама соғыстан бастан өткізді, сөйтіп барып қаншама 60-70 жылдан кейін адамдардың сеніміне кіріп осындай дәрежеге жетіп отыр. Ал Hyundai компаниясы әлі буыны қатпаған жас бала сияқты ғой әлі. Ал біз көліктің орындығына келетін болсақ, көлік не дегенмен 5 жыл болған ғой. Былғарының орнын алмастырған материал бар, 5 жыл болған. Сол себептен екі шетіндегі, мысалы, нердегі материалдары кішкене тозған, ескірген. Мына жағына да қаратын болсаңыздар, бәрібір 127 000 километр пробег жүргендіктен кішкене көлік ескірген. Сол себепті осындай көлік алғандарға айтарым, көлік алдыңызды ма бірден сыртына қаптағыш салып қойыңыздар. Көліктің қосымша осындай функциялар туралы айтатын болсақ, мына жерде терезе түсіргіш көтергіштері қарапайым, сол барлығы бірдей. Одан кейін мына жерінде мына тетік бар, осы тетік арқылы мына айнасыға өзі автоматты түрде кіреді. Жалпы бұл қатты үлкен бір нәрсе емес. Бұл болмаса да ешқандай адам бір үлкен бір өзіне комфорт көрінбейді. А егер болса, кәдімгідей менде мынандай тетік бар, мынау өзі жабылады деп айтып, кәдімгі мақтанады достардың алдында. Маған бір ұнағаны, мынау осы орналасу реті осындай төмен қиғаш келгенде, мына жерде шынтақ қоятын жері өте ыңғайлы. Мысалы, бұл жерде отырасыз да, мысалы отырасыз, мына жерде шынтақ қойғанда, мысалы алыс жолға жүрген кезде өте ыңғайлы жасаған. Ішіндегі приборларының, шамдарының түсін өзгертіп, жаңағыдай қатты жарық қылсаң болады, кішкене төмен қылсаң болады. Мына жерде үлкен спусқа түсетін кезде басатын кнопка, мына жерде тайған аған кезде басатын кнопка дегендей. Мына жерінде мынау тетігі бар, осы арқылы рульді көтеріп түсіресің, жоғары түсіресің, төмен түсіресің, осындай функциялары бар. Бұл әрине өз кезегінде кішкене жүргізушінің алдағы уақытта қолайлы жүруіне, кішкене комфорт беруіне бір өз септігін тигізеді. Ендеше көліктің орындығына отырып көрейік, артымыз қалай өзін жайлы сезінеді ме екен? Өте керемет. Менің аяғым ұзын, сонда да еркін. Мына жерде үлкен аумақ бар. Бетіп талтайып отырсаңыз да болады, былай шалқайып отырсаңыз да болады. Бұл жағынан енді мін жоқ. Мына жерде қазір соңғы уақытта қанша литр бензин қалды, қазір 100 км қашықтықта қала ішінде қанша жеді дегендей осындай ақпараттар бар. Бұл да өз кезегінде енді жақсы. Мына жерде мультируль дейді, дыбыс үдеткіші бар, келесі өлеңді қойсаңыз болады. Мына жерде мен айтайын деген өткенде естіңіздер ме? Қытайдың қаншама үлкен мониторлары бар, арзан тұрады ғой, неге салып қоймайды, адамдар көзбен ұнатады ғой деп айтып едім ғой. Міне сол нәрсені орындап, бірақ Hyundai компаниясы бұл мониторды заводтан шығарған жоқ. Бұл көліктің егесі өзі алып, мына жердегі қоқыс-лоқыстардың бәрін алып тастап, осы жерге Android'тың осындай керемет 14,5 дюймдық мониторын салып қойды. Мына жерге басасың, сенсорлы видеосы көрсең де болады. Мына жерінде көрдіңіздер ғой. Мына жерде музыкалары бар, сенсор арқылы басқара аласыз. Барлығы бар, радио бар, телефон арқылы басқарасыз. Бір үлкен нәрсе жоқ, бірақ осы монитор болған себепті бұл көлікке ажар, көрік бір өзіне тартымды бір үйлесімділік беріп тұр.
Ал былай одан басқа мына жерде климаттық контроль, 2 зондық кондиционер бар, артыңызда астыңызды жылытатын осындай нәрселер бар. Мысалы, мына жердегі терезелерді жылытатындары бар. Жалпы не бар басқа? Кәдімгі қарапайым 6 адымды автоматты қорап, мына жердегі телефоныңызды қуаттағайтын 12 вольттық осындай құрылғылары бар. USB, AUX салатын. Мына жерде шынтақ қоятын орны маған өте ұнады. Қолайлы, кәдімгі жайлы, 2 адамның да шынтағы былай бір-біріне тиіп тұрса да сыйып кетеді. Мынаны ашатын болсаңыз, үлкен ауқымды біраз зат, мысалы, платочек болады, мусорлар болады, бір нәрсе болады. Егер болса, мынаның бәріне салып тығып, толтырып тастаңыз да болады. Мына жерде тағы бардачогы бар. Жалпы бұл жағынан енді бұл көлікке айтатындай бір мін жоқ. Көлік өте қолайлы. Жаңа көрдіңіздер ме, достар, мен жаңа алдында жүргізушілердің отыратын орындығында отырғанда максимал түрде артқа жапсырып тастағам. Сонда да бет былай аяғымды былай шалқайтып отырғам. Енді қазір тура өзімнің отырған жерімнің артына отырмын. Қараңыздар. Мына жерде тағы да мынандай орын бар. Басым үстіне жалпы потолокқа тимейді. Мына жерде шынтақ қойғыш мынандай қолайлы жері бар. 2 бөтелкеңіз салсаңыз болады. Жалпы менің ойымша артында 3 адам, мен сияқты 3 адам ұзақ жолға жүруіне болады. Бүйтіп отырмайсыз, шалқайып отырасыз. Мына жерде тетік бар. Осы тетікті басасыз, артқа қарай кішкене болса да шалқайып, былай бір мызғып алуға әбден болатын орындық. Осы базалық комплектация болғанына қарамастан, мына жерде көтеніңізді жылытқыш осындай тетік бар. Әсіресе қыстың күні бұл деген өте керемет нәрсе. Бұны тек қана пайдаланған адам ғана істейді. They couldn't get any other way. Мен кореялықтардың Hyundai компаниясын шыны керек сыйлаймын. Соңғы 4-5 жылда қарқынды дамып жатыр. Бірақ плагиат деген нәрсе бар да, сыртқы дизайнда көптеген плагиат бар. Артқы жағына қарайтын болсақ, Kia Sportage, шет жағынан қарайтын болсақ, қандай деп ойлайсыздар? Mazda CX-5. Алдынан қарайтын болсаң, өзінің туған ағасы Hyundai Santa Fe'ге келеді. Santa Fe жаңартылады шанағы. Бұл артынан соның ізімен барады. Santa Fe жаңартылады, артынан ізінен барады. Білмеймін, бір осындай бір өзінің ерекшелік, өзінің бір ешкімге ұқсамайтын бір шанағын ойлап тапса деген бір ой ғана ғой бізде. Әйтпесе қазіргі Camry шығады, мына жақтан Corolla тура сондай болып шығады, Yaris одан да кішкентай несі болып шығады. Бәрі қайталанып жатыр, ол жағынан әңгіме жоқ. Gives them a satisfaction they couldn't get any other way. Достар, бізге осындай көліктерді шолу жасауға мүмкіндік берген Алмакар компаниясына алғыс айтамыз. Бар болғаны тәулігіне 10 мың теңгеге сіз осындай автокөліктерді жалға алып, Алматыда керемет саяхаттасаңыздар болады. Бұл көлік жалпы жастардың понтына арналмаған, қалада газды басып, маневр жасап, динамикалық бір агрессивті түрде жүретін көліктерге мүлдем арналмаған. Егер сіз серьезный жігіт болсаңыз, машинада отырып, спокойно үйге барасыз, келесіз, жаңағыдай асықпай жұмысын істейтін үлкен бір 40-50 жастағы жігіт болсаңыз, сізге бұл жеткілікті. Бұл көліктің осы сегментте бәсекелес көліктері өте көп. Kia Sportage, Mazda CX-5. Ең басты бұның бәсекелесі жапондық RAV4. Сонымен қатар бұл көлікке ойыңыз кетіп, осы көлікті алам деген ойыңыз болса, асықпай тұра тұрыңыз, машинаны көріңіз, отырыңыз, қараңыз, айдаңыз, бәсекелес машиналарды қараңыз, айдаңыз. Одан кейін бәріп жүрегіңіз дүрсілдеп, осы көлікке деген ойыңыз кетіп, айтағыңыз келсе, алыңыз. Себебі өкінбейсіз, себебі сіз өзіңіз қалаған көлікті алдыңыз. Осы уақытқа дейін маған шыдағандарыңызға рахмет. Ассаламуалейкум. Жол талғамайтын бір үлкен джип болмаса да, қалаға өте ыңғайлы. Өте қойшы. Осы уақытқа дейін мені шыдағандарыңызға. Осы уақытқа дейін маған шыдағандарыңызға рахмет. Ассаламуалейкум.